Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Біздің бүгінгі кезекті сабағымыз бағалау критерийлері мен оның дискрипторларын құру жолдарына арналады. Бағалау оқытуды, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтайтын бағалау болып табылады. Бұл формативті немесе оқыту үшін бағалау болып табылады. Қысқаша ОÖБ. Ал егер бағалау мақсатты жүктеу, сертификациялау немесе оқытуды жылжыту үшін оқыту қорытындысын шығару болса, онда өзінің функциясы бойынша бағалау жиынтық бағалау болып табылады, және кейде оны оқытуды бағалау деп атайды. Критерий оқушы жұмысының орындалған деңгейін анықтау үшін қолданылатын негізгі көрсеткіш. Пәндік нұсқаулықтарда әр пән тобы бойынша қорытынды бағалауға қолданылатын бағалау өлшемдері берілген. Өлшемдер бір мағыналы және айқын болуы шарт. Дескриптор әрбір бағалау өлшеміне жетуге тиісті жетістіктер деңгейінің сипаттамасы. Оны белгілі бір ұпайлармен бағалайды. Әрбір сабақ барысында мұғалім қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалардың дескрипторлары мен критерийлерін құру қажет. Оқушы дескриптор арқылы тапсырманы орындап, бағалау критерийлеріне қарай бағаланып отырады. Ескерту. Тапсырма сабақ тақырыбына емес, оқу мақсатына сәйкес беріледі. Біз алдыңғы КМЖ жасау жолдары сабағында оқу мақсатынан біз бірінші критерий шығардық, одан кейін дескрипторлерге бөлдік, және одан кейін тапсырма жасадық. Осылай қадам-қадаммен жасалу керек. Тапсырмалар құрастыру үшін мұғалімге оқу бағдарламасымен және оқу жоспарымен танысу керек. Оқыту мақсаттарына талдау жасау керек. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттарының негізінде бағалау критерийлерін құрастыру керек. Тапсырма құрастыру кезінде бағалау критерийлерін ойлау дағдыларының деңгейлеріне бөлу керек. Бағалау критерийлері мен ойлау дағдылары деңгейлеріне сәйкес тапсырмалар құрастыру керек. Әр тапсырмаға оның орындалу кезеңдерін сипаттайтын дескрипторлар құрастыру керек. Осылай қадам-қадаммен жасалып отыру керек. Ұстанымдар негіздері: бағамен оқушының жұмысы бағаланады. Дескрипторлар оқушыға алдын ала белгілі болу шарт. Оқушы өз білім деңгейін анықтай алуы қажет. Нақты білімділік мақсаты бағалауы қажет. Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі алдын ала ұсынылған бағалау шкаласы болады. Анық, айқын, бағаның әділдігі болады. Өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі болады. Қолданылуы. Негізгі бағалауда барлық критерийлер бойынша қолданылу керек. Критерий оқушының жас ерекшелігіне бағдарламаға сай алынады. Әрбір жетістік балмен немесе дескриптор арқылы белгіленеді. 90 соңында әр критерий бойынша негізгі бақылаудан алынған орташа балл есептелінеді. Критериалды оқытудың маңыздылығы мұғалім үшін ол әрбір оқушыны өзгешелігін ескере отыра жеке білім беру траекториясын құру болып табылады. Ал оқушы үшін критериалды бағалау дегеніміз берілген бағалау критерийлерін түсіну, қолдану жұмысын бағалай білуі. Ал ата-ана үшін баланың білім алуындағы өсу деңгейін қадағалауы. Қазір біз математика пәнінен критериалды бағалауды түсіндіріп өтейін. Біз тіктөртбұрыштың ауданы деген тақырыпты алып, мақсатын S тең А көбейтілген В формуласын пайдаланып, тіктөртбұрыштың ауданын табуға үйрету деп алып отырмыз. Енді осыдан біз бағалау критерийлерін шығарамыз. Тіктөртбұрыштың анықтамасын білемін. Яғни бұған балаға 1 балл беріп отырамыз. Тіктөртбұрыштың ауданын білемін. 1 балл. Ауданның өлшемін бірлігін білемін. 1 балл. Тіктөртбұрыштың ауданын табу формасындағы А, Б, С нені білдіретінін білемін.
1 балл. Тік төртбұрыштың ауданын табу формуласын білемін. 1 балл. Есептің шартын құруды білемін. 1 балл. Тік төртбұрыштың А және Б қабырғалары белгілі болған жағдайда есепте шығара аламын. 2 балл. Тік төртбұрыштың ауданын табуға есеп құрастыра аламын. 2 балл. Бұл жерде әрбір тапсырманы орындаған кезде бала осы тиісті балдарын алып отыратын болады. Жинаған балын соңында қорытынды шығаратын болсақ, 0 мен 4 балдың арасында жинаған оқушылар 2 деген бағаны алады. 5 пен 6 бал жинаған балалар 3 деген бағаны алады. Ал 7-8 бал жинаған балалар 4 деген баға. 9-10 бал алған бала 5 баға алады. Осылай нақты критериймен нақты балдар шкаласы көрсетілу керек. Енді критерий: А. Білу, түсіну. Б. Қолдану, талдау. С. Жинақтау, бағалау. Блум таксономиясы бойынша дескрипторлар құрастырылған. Шығарма мазмұнын толық игеру 1 балл. Жүйелі мазмұндай білу 1 балл. Кейіпкерлерін ажыратып қосымша сұрақтарға жауап беру 1 балл. Яғни білу, түсінуге 3 балл қойып отыр. Ал қолдану, талдауды шығарма мазмұны бойынша сұрақ қоя білу 1 балл. Шығарманың оқиға желісін талдау 1 балл. Шығарма идеясын ажырата білу 1 балл. Бұл жерде нақты жалпы 3 балл болып отыр. Ал С бөлімінде жинақтау, бағалауға 4 балл қойып отыр. Тақырыпқа сай тұжырым жасай білуге 1 балл. Негізгі ойға байланысты өзіндік ой пікірін түрлі формада білдіре алуы 1 балл. Ой жүйелілігіне 1 балл. Тіл байлығына 1 балл. Бұл жерде бағалау шкаласының 5, 4, 3, 2 деген бағаны алу үшін қанша ұпай жинау керектігін нақты көрсетіп қою керек. Бұл қазақ тілінен алынған қазақ тілі мен әдебиетінен алынған дескриптор болатын. Енді мазмұндаманың критериалды бағалауына тоқталып өтетін болсақ, бұл жерде критерий мазмұнына 4 ұпай беріп отыр. Яғни оған мынадай дескрипторлар қойып отыр. Мәтінді түсінбеген, тақырыпты аша алмады 1 балл. Мәтінді түсінген, мазмұндауда жоспардан ауытқу бар 2. Мазмұны тақырыпқа сай көптеген фактілер бұрмаланған 2. Мазмұны тақырыпқа сай келеді, бірақ ойын баяндауда дәлсіздіктер кездеседі 3. Мазмұны тақырыпқа сай, бірақ қажетті қорытындылар жасай алмады 3. Мазмұны тақырыпқа сай, мәтінді толық түсінген, тақырыпқа ашылған, өзіндік ой пікірі орынды қолданған 4. Бұл жерде осы аталған дескрипторды толық орындаса ғана 4 балл алып отыр міне. Ал егер жартысын орындайтын болса, тиісті балдарын жіктеп қойып отыр. Енді сөздік қорына 4 ұпай беріп отыр. Егер оқушының сөздік қоры өте жұтаң, сөздері орын тәртібі сақталмаған болса, 1 балл қоюға болады. Сөйлемдері қысқа, сөйлемдер арасында байланыс сақталмаса 2 балл. Сөздік қоры дамыған, бірақ сөз қайталау кездескен болса 3 балл қоюға болады. Ал оқушының сөздік қоры кең екендігі байқалса, сөз қайталаулар орынсыз қолданған сөздер кездеспей, ойы жүйелі болса, толық 4 ұпайды алатын болады. Ал мазмұндамада жіберген қателерді бағалау 5 ұпаймен бағаланады. Бұл жерде 5 орфографиялық 3 пунктуациялық қате кездессе 1 балл қоямыз. 4 орфографиялық 2 пунктуациялық қате кездессе 2 балл. 3 орфографиялық 1 пунктуациялық қате кездессе 3 балл. 2 орфографиялық 1 пунктуациялық қате болса 4 балл. 1 жеңіл орфографиялық немесе 1 пунктуациялық қате болса 5 балл, толық 5 баллын алатын болады. Осылай дескрипторларды жіктеп бөлуге болады. Енді бағалау шкалалары негізі мазмұнына қарай 5 деген бағаны алу үшін бала 7-8 балл жинау керек. 4 балл баға алу үшін 5-6 балл. 3-4 балл. 2 деген баға 1 мен 2 балл жинаған балаларға берілетін болады. Ал қатесімен жұмыс жасаған кезде толық 5-5 балл жинаған бала, 4-4 жинаған,
3 деген бағаны 3 балл жинаған, 2-ні 1 немесе 2 балл жинаған балаларға беруге болады. Біз әр дескриптордың соңына бағалау шкаласын көрсетіп отыруымыз тиіс. Енді мына жерде тағы да мысал ретінде үйдің бағалау критериясын алып отырмыз. Бірінші, фундаментке 1 балл, баспалдаққа 1 балл, есігіне 1 балл, терезесіне 1 балл, шатырдағы терезеге 1 балл, су сарқылдаудың құбырына 1 балл, шатырдағы құбырға 1 балл, үй айналасындағы шөптер 1 балл, үй айналасындағы гүлдер 1 балл, 3 түстен кем емес 1 балл. Нақты 10 жоғарғы баллды алып отыр. Яғни бұл сурет сабағынан алып отыр. Мына үйді салу үшін осындай критериялар жасап 10 балл жинаған балалардың бағалау шкаласы мынандай. 0 мен 4 балл арасында жинаған бала 2 деген бағаны алады. 5-6 балл жинаған 3, 7-8 балл жинаған бала 4, 9-10 балл жинаған бала 5 деген бағаны алатын болады. Енді пән бойынша қолдану. Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша бірінші мәтінмен жұмыс, диктант, мазмұндама, мәнерлеп оқу, шығармашылық жұмыс, тест түрінде тапсырмаларды қолдануға болады. Мазмұндаманың анықтамасы. Мазмұндама оқушының тілі мен әдебиеттен алынған білімдерін тексерудің негізгі нысандарының бірі. Мазмұндама арқылы баланың өз ойын жүйелі баяндай білу қабілеті мен тіл байлығы, сауаттылық деңгейі айқын көрінеді. Мазмұндаманы бағалауда оқушы жұмысының мәтін мазмұны мен негізгі ойға сәйкестігі, тақырыптың толық ашылуы, баяндау жүйесі ескеріліп, сөздік қорының деңгейіне, сөйлем құрылысына, мәтіннің стильдік біртектілігіне, шеберлігіне назар аударылады. Мазмұндаманың осы нақты критериялары осыдан келіп саятын болады. Ал талаптары сөздік қорының орынды пайдалану, синоним, антоним, амоним, тұрақты сөз тіркесін тәжірибе жүзінде қолдана білу, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін дұрыс пайдалану, өз ойын грамматикалық тұрғыдан дұрыс, логикалық бірізділікпен жеткізе білу, өздігінен қорытынды жасау. Осы талаптарды жүзеге асыру тек жазылым әрекеті арқылы емес, оқылым, тыңдалым, айтылым әрекеттер негізінде де іске асатын болады. А критерийі жаңа ақпаратты түсіну және меңгеру. Б критерийі жаңа ақпаратты талдау және мәтінмен жұмыс. С критерийі стиль және тілді қолдану. Оқушының оқу жетістігін бағалау критерийлер. Алдында айтып өткен Блум таксономиясы бойынша АБС-ны критерийларға бөлген: түсіну, талдау, стиль мен тілді қолдану деп. Енді жетістіктердегі ең жоғарғы балды 6 балмен түсінуге қойылса, талдауға 6 балл, стиль және тілді қолдануға 8 балл. Барлығы 20 балды шығарып отыр. Мазмұндаманың критериялды бағалауын А бойынша, яғни түсіну бойынша былай жіктеп отыр. Тапсырма бойынша берілген критерийді орындай алмаған бойынша 0 балл. Мәтінді түсінбеген, тақырыпты аша алмаған болса 1 балл. Мәтінді түсінген, мазмұндама жоспардан ауытқу бар болса 2 балл қояды. Мазмұн тақырыпқа сай көптеген фактілерді бұрмалаған болса 3 балл. Мазмұны тақырыпқа сай, бірақ ойын баяндауда дәлсіздік кездесетін болса 4 балл. Мазмұны тақырыпқа сай, бірақ қажетті қорытындылар жасай алмаса 5 балл. Мазмұны тақырыпқа сай, мәтінді толық түсінген, тақырып ашылған, өзіндік ой пікірі орынды қолданған болса толық 6 балды алатын болады. Б критерий бойынша, яғни талдау, мәтінмен жұмыс бойынша 6 балдықты осылай дескрипторге бөліп отыр. Тапсырма бойынша берілген критерийлерді орындай алмаса 0 балл алады. Оқушының сөздік қоры өте жұтаң, сөздердің орын тәртібі сақталмаса 1 балл. Сөйлемдерді қысқа, сөйлемдер арасында байланыс сақталмаса 2 балл.
абзац арасындағы байланыс сақталмаған болса 3 балл. Сөздік қоры дамыған, бірақ сөз қайталаулар кездессе 4 балл. Тіл байлығы әдеби тіл нормасына сай, бірақ ой жүйесінде ауытқу болса 5 балл. Оқушының сөздік қорының кең екендігі байқалса, сөз қайталаулар орынсыз қолданылған сөздер кездеспесе, ойы жүйелі болса, толық 6 балды алатын болады. Енді С критерийінде стиль мен тілді қолдану бойынша мынадай 8 дескрипторге бөліп отыр. Тапсырма бойынша берілген критерий орындай алмаса 0 балл. 10 орфографиялық, 6 пунктуациялық қате, стильдік біркелкілік сақталмаған, сөйлем құрылысы бір үлгіде болса 1 балл. 8-9 орфографиялық, 5 пунктуациялық қате, стильдік біркелкілік сақталмаған, сөйлем құрылысы бар үлгіде болса 2 балл. 7 орфографиялық, 4 пунктуациялық қате кездессе, стильдік ауытқу болса 3 балл. 5 орфографиялық, 3 пунктуациялық қате және стильдік ауытқу болса 4 балл. 4 орфографиялық, 2 пунктуациялық қате болып, стильдік ауытқу болса 5 балл. 3 орфографиялық, 1 пунктуациялық қате, стильге сай жазылса 6 балл. 2 орфографиялық, 1 пунктуациялық, стильге сай болса 7 балл. 1 жеңіл орфографиялық, 1 пунктуациялық қате кездесіп, стиль бірлігі сақталған болса, толық 8 балын алатын болады. Бағалау шкаласы. Енді 17-20 балл жинаған балалар толық 5 алады. 14-16 балды жинаған балалар 4 балды бағасын алады. 12 мен 13 балдың арасында жинаған балалар 3 бағасын алады. 11 балды жинаған балалар 2 деген бағаны алатын болады. Бұл бағалау шкаласын міндетті түрде шығарып, балаларға көрсетіп, түсіндіріп беру маңызды болып табылады. Жұмыстың талдауына мысал келтіретін болсақ, мысалы 7-ші сыныбындағы мазмұндамаға АБС критерийін алып отырмыз. А критерийінде қорытынды бөлімінде ой пікірін өзіндік орынды қолдану, Б критерийінде сөздік қорды молайту, көркемдегіш құралдарды көп қолдану. Ал С критерийінде сөздің жазылу емлесіне көңіл аудару. Енді осы критерийларға дескрипторлерді қоюымыз шарт. Жиынтық бағалаудың қорытынды бойынша осындай бағалау кестесін жасауымыз керек. Бұл жерде оқушыларының аты жөні жазылып, АБС бойынша бағалау және одан шыққан балды бағалы шкалаға бөлу. Мұнда бірінші оқушы 5 балл, 5 балл, 7 балл, соңында 17 балл алып, 5 деген баға алып отыр. Екінші оқушы 5, 6, 6 деген балл алып, 17 балды қорытынды балын шығарып, 5 бағасын алып отыр. Үшінші оқушы 6, 5, 7-ден 19 балл шығарып, 5 деген бағасын алып отыр. Төртінші оқушы жалпы 14 балдан 4 бағасын алып отыр. Бесінші оқушы 16 балдан 4 деген бағаны алып отыр. Алтыншы оқушы 13 деген балл жинап, 3-тік бағасын алып отыр. Енді алдарыңызға бағалау парақшаларының үлгісін ұсынамыз. Математика пәнінен осындай бағалау парақшасын өз пәндеріңіз бойынша сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Мұнда күн жазылады және үй тапсырмасын тексеру жазбаша ауызша бойынша бағаланады. Жаңа сабақты 8 тақырыпқа, яғни 8 есепке бөлген, қосымша берген, каллиграфияны да есептеп, соңында балл шығарып, балдан бағаның шкаласы шығарылып отыр. Енді астына шкаланы көрсетіп отыр. 11 мен 9 балдағылар 5 бағасын алады. Яғни әрқайсысын 1-1 балмен есептегенде ең жоғарғы балл 11 балл болып тұр. Ал 8 мен 6 балл жинаған бала 4 деген баға алады. 5 пен 4 деген балл жинаған бала 3 деген баға алады. Ал 3-тен төмен балл жинаған бала 2 деген бағаны алатын болады. Енді қазақ тілі пән бағалауы туры осындай мәтінде, бірақ үй тапсырмасын жазбаша және ереже бойынша бағалап отыр.
жаңа сабақты 5 тапсырма, суретпен жұмыс, қосымша, каллиграфия деп тағы 3 қосымшаны алып отыр. Соңында балмен бағаны алып отыр. Бұл жерде ең жоғарғы бал 10 бал. 10 мен 8 бал жинаған бала 5 деген баға алады. 7 мен 6 бал жинаған бала 4 деген баға алса, 5 пен 3 деген бал жинаған бала 3 бағасын алады. 2-ден төмен жинаған бала 2 деген баға алатын болады. Енді әдебиеттік оқуда үй тапсырмасының өзін 6 дескрипторге бөліп отыр. Түсінік айту, жаттау, манерлеп оқу, сұрақ жауап, дәптермен жұмыс, қосымша тағы да тапсырмаларды қоюға болады. Ал жаңа сабақтың өзін сұрақ жауап, манерлеп оқу, талдау, дәптермен жұмыс, суретпен жұмыс, оқу дағдысы деп қойып отыр екен. Бал мен бағасын 8-ден жоғары 5, 7 мен 6 балды 4, 5 пен 4-те 3, 3-тен төмен 2 деген бағаны қойып отыр екен. Енді ағылшын тіл пәнінен осы бағалау критерийлерін ұсынып отырмыз. Бұл жерде сыныптың оқушыларының аты жөні бірінші графада жазылса, мұнда біз Блум таксономиясы бойынша 6 бөлікке бөліп отырмыз. Білудің өзін үй тапсырмасына 2 бал, сөздікке 1 бал қойып отырмыз. Түсінуде тапсырманы 2 балмен, қолдануда екінші тапсырманы 2 балмен, талдауда тапсырма 3-ті 2 балмен, жинақтауда тапсырма 4-ті 1 балмен, қорытынды бағаны 10 деген жоғары балмен алып отырмыз. Егер оқушы 10 мен 8 бал арасында жинаса, 5 деген баға алатын болады. 7 мен 6 арасындағы бал 4 деген бағаны алатын болады. 5 пен 3 бал жинаған оқушы 3 деген баға. 2 мен 1 деген бал жинаған оқушы 2 деген баға алатын болады. Құрметті әріптестер, алдарыңызда біраз пәндердің критерийлары мен дескрипторлары, бағалау парақшалары ұсынылды. Енді сіздерге алдағы уақытта оқушылардың пәндік жұмыс жасауына критерийлар жазуларыңызды сұраймыз. Жасалған тапсырмаларды арнайы чатта бөлісулеріңізді сұраймын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.